адамдармен құтта қандай торғай да өз ұясын қорғайды деген қандай мысалдар. Біздің баба сондай бабалардың ұрпағымыз. Сондықтан бүгінгі игілікті шарада бүгінгі батыр өздеріңіздер барлығымыздың көкейімізде жүрген Құдай ау мына дүрбелең жағдайда біздің жағдайымыз, мемлекетіміздің, отанымыздың жағдайы қалай болады деген қарапайымның көкейінде жүрген үлкен сұрақ. Оның бәрі несін жасырамыз? Ол бар сұрақ. Мына сіздерге қарап бүгін көңіліміз толып отыр мысалы. Құрметті депутаттарға айтарымыз әрине өте қуанышты. Сіздердің жаңағы қаншама заң қабылдап отан қорғаушылық, отанымыздың қорғаныс саласына қомақты қаржы бөлуіне атсалысып жатқандарыңызды естіп көңіліміз толып жатыр. Бірақ енді мен өнердегі азамат болғаннан кейін әрине руханиятқа да үлкен көңіл бөлсем. Руханиятсыз ол болмайды. Қанша батыр болам десеңіз де көкірегіңіз ұрып тұрмаса, отан деп жүрегіңіз соқпаса ол болмайды. Соған да көптеген біздің жаңағы мұражайды өткен кезде ең Дүйсенғазы ағамыз екеуміздің көзіміз жарқ етіп қазақ хандығын көрген кезде жүрегіміз жайнап, шіркін-ай, мынаның бәрін мынау тарихымызды жақсылап түгенде баса екен. Руханиятқа, мынау тарихқа, рухани батырларымызға, тұлғаларымызға арналған көптеген тарихи кинолар түсірілсе екен, деректі фильмдер түсірілсе екен. Қорықпай біздің батырларымызды мадақтау, ашығынан айтып, сонда біздің ертеңімізге көңіліміз толатын сияқты. Біздің жастарымыздың одан кейін айтармын, көңілім сәл толмайтын. Мен де әскер қызметінде қызмет еткен, сынау 85-ші жылы, 87-ші жылы. Сынау ол кезде Совет өкіметі кеңес дәуірі Нарянмар деген жерге айдап салды, солтүстік Архангельск облысы. 2 жыл армия қызметінде болдық, өлмедік. 6 ай қыс, 6 ай түн, 6 ай күн. Северный сияние, 60 градус, аяз 50 градус. 1 сағатқа неге жібереді? Нарядқа жібереді. 2 адам кигізеді солдат. Ондығы бар. Оның ішінде жаңағы ватный несі. Одан кейін до пола шинель. 2 человека. И там 4 ступенька бар. 2 адам сол ступенькадан түсіреді адамды. Сөйтіп 1 сағат жүреміз енді. 1 сағат деген керек. Жоқ, бір қызықты оқиғаны айтайын. Ну, у меня сменщик. Я в свой час походил, меня подняли обратно. И 2-го я отправляюсь. А без 15 через час надо посмотреть. Его же надо поднять. Его нет. Уже час прошел. Он, оказывается, прислонился, 2 метра снег же везде, и уснул. Вот такие интересные моменты бывали. Әртүрлі қызықты. Енді ол, бірақ оны неге айтып жатырмыз? Сол кездегі 4 қазақ болғанбыз. Нарянмарда. Бір-біріміз үшін өліп кетеді. Біреу Қостанайдан болды, біреу Семейден болды. Екеуміз оңтүстік Қазақстаннан болды. Ол сен қай жақтан емессің? Әр қазағым жалғызым деген соны айтқым келеді. Ол кезеңдегі. Бүгінде сәл әрине біз бәріміз бір-бір кетсе, кейде әлім ескен кезде жанымызға жатады, жан дейміз. Әр қазағым жалғызым болыңыздар, бір болыңыздар. Отан бір. Отан анамыз бір. Әсет, отан анадан бастайық па? Батырхан Шөкенов орындап кеткен уақытысында керемет. Мен өзімнің нұсқамды орындап жүрмін.